Оразбек Жақыпұлы 1990 жылы ертіс өзенінің бастауының бірі Өралтайдың салиқалы төсі көкжалдардың мекені Көктоғай ауданында дүниеге келген. Оразбек балалық шағынан палуандық күреспен айналысып, ережесіз жекпе-жектегі алғашқы жарысын 2014 жылы өткізеді. Қазірге дейін қатысты мәліметтерге негізделгенде, Ораз ағамыз 48 рет жекпе-жек өткізіп, соның 35 ретінде жеңіске көтеріліп, бір ретінде тең болған. Ораз ағамыз Жүнго Қазақстан ережесіз жекпе-жек спорт жарысына көпірлік ролын атқарып, екі ел арасындағы достықты күшейтуге бір кісілік үлесін қосты. 2024 жыл басында тайлақ балғын сияқты спортшыларды сол жақтағы MMA жарыс түрлеріне қосып, және өзде октагон лигасынан бір майдан жеңіс төрінен көтеріліп тастады. Ораз ағамыз еркін бокс, кәсіпқой бокс жарыс түрлерінен жеке-жеке екі майдан жарыс жүріп, екеуінде де жеңіс төрінен көрінді. 2023 жылы Таиландта өткен Азия ережесіз жекпе-жек сайысында бірінші болып Азия чемпионын еншілеген. Жақынғы жарыстарынан алып айтар болсақ, 2024 жылы 6 айдың 8-і Индонезияда өткен Индонезия алтын белбеу иегерімен 3 раундтық қиян кескі қанды шайқас оздырып, ең соңында сол жарыстың жеңімпазы аталады. Ораз ағамыздың бойында ақындық, термешілік, қасиеттері бар болып, 8 қырлы бір сірлі жігіт болмақ. 2024 жылы 8 айдың 10 күні Құлжа қаласында өтетін бір стакан шайқас жарысына Ораз ағамыз бразилиялық сайыс сардарымен жекпе-жек өткізбекші. Бұл жарысқа тайлақ бауырымызда қатысып жарыс ұрады. Тағы да UFC шолпаны қазақстандық қазақ қандасымыз Шавқат құрметті қонақ болып шақырылады. Сәттілік болсын ағайын. Осындай аяулыда ардақты ағамызға қазіргі санақты ақпараттарға негізделгенде атқа мінер ауылдағы азаматтары бірат мінгізбеген көрінеді. Менің өз ойымша болашақта мінгізеді деп сенім артып отырмын. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дегендей, осындай аяулыда ардақты ағамыздың қадіріне жете білейік ағайын. Тағы да қайсы қазақ спортшыларының өмір тарихын білгіңіз келеді, астыдағы пікір аймағына жазып, және бізді Гуанчжоуға кетуді ұмытпағайсыздар.